Алейкум қазақ елі, бүгін 2 сәуір 2025 жыл біз мына Жамбыл облысы облыстық соттың алдында тұрып, мына жерде сенім деген несие қаншама адамдарды осындай сенімдеріне кіріп үйлерін алған, ақша салдырған. Ол туралы біз осы 2024 жылдан бастап Гүлжан деген ханым шақыртумен кеп, соның заңсыз әрекеттерін құзырлы органдарға мәлімет ретінде жеткізіп келеміз. Бүгінгі күні мына жерде Жамбыл деген азамат, бұл да сол жаңағы сенім Әбдір Төлегеннің іс-әрекетінен зардап шеккен. Бүгінгі күні бұл Әбдір Төлегеннің іс-әрекетінен 9 миллион зардап шектіңіз ба? 9 миллион. Үйін алып қойып жатыр. Ол жерде ол Әбдірдің, бұл жерде айта кететін, Әбдірдің жаңағы сенім кооперативінің шоты жабылып тұрған кезде өзінің нотариустері болу керек, бірге жұмыс істеп жүрген. Бұл кісіге сенім арасында, екеуінің арасында договор жасаған. Ол да бір күмән тудырады. Ол тергеу амалдарына бүгінгі күні кеп отырған себебі бұл Жамбыл мырзаның апелляциялық сотты тоқтату мақсаты. Өйткені бұл выселениеге үйге берген, бұл кісі апелляция берген, қалалық соттан жеңіліп қалды. Енді бұл кісінің оны тоқтат деп отқан себебі Жамбыл қаласында қай ауданда болып жатыр тергеу? Заводскойда тергеу амалдары бұл кісіні жәбірленуші деп таныған, сол шешімін тауып, жәбірленуші ретінде бұны кісіні танып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Сол тергеу амалдары мәресіне жеткенше, Жамбыл облысының сотының төрағасынан және жоғарғы соттың төрағасынан тергеу амалдарына ешқандай бір қысым болмасын, ағалық жүрісін, ертең ол бір апелляциядан өтіп кетті демесін деп, соттың осындай тоқтатуын талап етіп отыр. Алайда айта кететініміз, енді тергеу амалдары жүріп атқан кезде басқа іс-әрекеттер тоқтау керек. Біздің ойымызша, бұл Қазақстанның заңдылығынан да солай болу керек. Бірақ тоқтамай отыр. Тергеу амалдарымен бірге выселение сот қарап отыр да. Жаңа біз Жамбыл облысының прокуроры Әбдір Нұрғалым мырзаның да несіне барып, сол жерде прокуратураға арыз жазып тастадық, талабын айттық. Енді қазір облыс сотқа келіп отыр. Бүгін 2 сәуір күні сағат 15:30-ға белгіленген екен. Енді соны тоқтату керек, өткен тергеу амалдары біткенше. Біз Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісіміз. Жамбыл облысының құзырлы органдарына айтатынымыз, егер Жамбыл облысында құзырлы органдар өзі тиянақты жұмыс істесе, осы Жамбыл облысындағы қала тұрғындары бірнеше, енді 100-ге жуық адамдар бар, зардап шеккен жобамен сондай бар. Солар біздің қоғамдық ұйымға, қоғам белсенділеріне өтініш жасамаған болар еді. Біз 2020-дан бері арыз шағым жазып келе жатырық дейді, бірақ қаралмайды. Сот мәресін, жаңа тергеу амалдары мәресіне жетпей келген. Біздің араласуымызбен бүгінгі күні оны жаңаға сенім кооператив ұйымдастырып отқан Әбдір мырза бүгін қамақта, қасындағы адамы да қамақта, біреуі домашний арестте, тағы да екеуі домашний арестте ма? Енді бұнымен жаңағы бірге жұмыс істеген сыбайласы болуы мүмкін. Оны тергеу амалдары анықтар, нотариусты де жауапқа тарту керек. Өйткені шоттары жабық тұрған нәрсеге қалай договор жасап өткізді. Бұл жерде ашық көзге көрініп тұр, бірақ тергеу амалдарының соған санасы жетпей жатыр ма? Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Ерғожаның ұлы Әлғожа. Біздің байланыс телефонымыз 8705 969 9069. Заңсыз іс-әрекеттерге тап болсаңыздар, қысым көрсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Біз ақпарат арқылы сіздерге жәрдем беруге көмектесеміз. Жәрдем беріп. Рахмет.